Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте тез әрі оңай дайындалатын тағамның рецептін ұсынбақшымын. Бұл бізде етті запеканка. Видеоны толық қарамас бұрын каналыма қосыла кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындаймыз. Бізге фарш, картоп, сәбіз, ірімшік және пияз қажет болады. Қызып тұрған майда пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін фаршымызды салып, фаршты бірге қуыра бастаймыз. Кейін татымына қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып, фаршымыз дайын болғанша пісіреміз. Одан кейін картопымызды видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Картопты осындай жұқалықта қалың қылмай турап шығамыз. Енді барлығын табамызға орналастырамыз. Ең астына фаршымызды саламыз. Оны жақсылап тегістеп, кейін оның бетіне картопымызды орналастырып шығамыз. Міндетті түрде тұз, бұрыш себеміз. Келесі кезекте үкіштен өткізілген сәбізімізді осылайша сеуіп шығамыз. Одан соң бетіне майонезімізді құйып, майонезді жақсылап тегістеп, жайып жағып шығамыз. Табамызды 180 градуста қызып тұрған пешке орналастырамыз. Тамағымыз дайын болғаннан кейін бетіне үкіштен өткізілген ірімшікті сеуіп шығамыз. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, қолдай кетіңіз.